Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай және тез дайындалатын творожный пирогтың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осы пирогтың қамырын илеу үшін бізге ұн, жұмыртқа, қопсытқыш, бөлме температурасындағы сары май және қант керек болады. Ең алдымен сары май мен қантымызды қосып, шанышқының көмегімен жақсылап тұрып араластырып езіп аламыз. Барлық мөлшерлерін осы видеоның атауының үстін бассаңыздар, описание бөліміне өтіп кетесіздер. Сол жерде толық мөлшерлері жазылған. Қантымыз бен майымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін, бір жұмыртқа салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып біріктіріп алдық. Енді електен өткен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, жаңағы сұйықтығымызға ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Артық су, ұн қосудың қажеті жоқ, осы мөлшер жеткілікті болады. Қамырын илеп болды, осындай жұмсақ қамыр шығады. Бірден формаға салып, қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Бортик жасауды да ұмытпаңыздар. Жақсылап жайып шыққаннан кейін, салмасын дайындағанша тоңазытқышқа сала тұрамыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, қант, қаймақ, ваниль қанты, 2 жұмыртқа және крахмал керек болады. Ең алдымен творогымызды ыдысқа салып, үстіне жұмыртқа, қант, ваниль қантын, крахмал, қаймағымызды қосып, жақсылап блендермен біркелкі болғанша езіп аламыз. Крахмалды міндетті түрде қосыңыздар, сонда сіздердің пирогтарыңыз беттері мынандай сынып кетпейді, біркелкі болып жақсы пісетін болады. Сол үшін міндетті түрде крахмалды қосыңыздар. Пирогымыздың салмасын жақсылап блендермен езіп алдық. Енді пирогтың бетіне салатын жидегімізді дайындап аламыз. Ол үшін жидектің үстіне бір ас қасық крахмал салып, жақсылап аунатып аламыз. Жидекті салу міндетті емес. Егер салатын болсаңыздар, крахмалға аунатып алыңыздар. Өйткені пирогымыздың бетіне жидектер салған кезде су ағып, қып-қызыл краскасы ағып кетпеу үшін крахмалға бір аунатып алсаңыздар, сол қалпында тұрады, краскасы да ақпайды, суы да шықпайды, әдемі болып шығады пирогтарыңыз. Пирогымыз дайын болды. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Пештер әртүрлі болғандықтан сол 30-35 минут аралығында қарап отырыңыздар, қатты күйіп кетпесін. Міне пирогымыз пісіп дайын болды. Бөлме температурасында 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағат өткеннен кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қойсаңыздар, пирогтарыңыз осындай әдемі болып кесілетін болады. Іші тығыз, ешқандай трещина ештеңе жоқ, осындай әдемі болып шығады.
сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Оригинал рецепт беріп жатырмын сіздерге. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.